электрондық почтамен жасайтын жасанды интеллект ботын қалай жасаймыз? Қазір мен сізге көрсетейін. Барлығы небәрі 2 минутта орындалады. Бірінші қадам агент түйінін қосу. Сосын оның миы саналатын модельді таңдаймыз. Есте сақтау үшін simple memory, яғни қарапайым жады дегенді таңдаймыз. Келесі қадам ол құралдарды қосу. Бұл дегеніміз агент қол жеткізе алатын қосымшалар. Мысалы, менің командамдағы барлық адамдардың email мекен-жайлары осы Google Sheet кестесінен сақтап қоямын. Сондықтан біз Sheets түйінін қосамыз, сол жерден кестеміздің атын таңдаймыз. Сосын Sheets 1 дегенді белгілейміз. Одан кейін тағы бір құралды қосамыз. Бұл жолы Gmail түйіні. Бұл түйін арқылы агент сіздің аккаунтыңыздан email жібере алады. Бұл жасанды интеллектке кімге хат жіберу керектігін өзіміз жазған хабарлама негізінде анықтауға рұқсат береміз. Сондай-ақ жасанды интеллект хаттың тақырыбы мен мәтінін де өзі жазып шығады. Келесі қадам сипаттама жазу. Мысалы, әр хаттың соңында өз атыңмен аяқта. Мысал ретінде Майк деген атты қолданайық. Енді агент түйініне қайта оралып, Adoption бөліміне өтіп, System Message белгісін таңдаймыз. Сол жерге мына мәтінді қоямыз. Агентке айтамыз, кімге хат жіберу керек екенін анықтап, оның email мекен-жайын Google Sheets ішінен ізде. Міне енді барлығы бізде дайын. Жұмыс істеу принципі осындай. Сіз агентке айтасыз, Сараға хат жаз. Оған құжаттарды үстелдің үстіне қалдырып кеткенді айт деп айтасыз. Агент бұл хабарламаны алады, Сараға хат жібереді. Google Sheets'in ішінен оның emailін табады. Именно соған жібереді. Қазір оны нақты мысалда сынап көрейік. Айтайық, мен агентке Джонға хат жаз, клиентпен кездесу жұмаға ауыстырылды деп айт деймін. Агент хатты дайындап, Google Sheets ішінен Джонның emailін іздеп хатты жібереді. Міне, хат сөйтіп жетеді. Осындай автоматтандыру арқылы қалай ақша табуға болатынын білгіңіз келсе, менің эфиріме келіңіз. Эфир тегін. Эфирге қатысу үшін жай ғана маған Instagramға директке 1 деп жазып жіберіңіз.